Баршаңызға сәлем бердім. Құрметті көрермендерім, бүгін мен мынадай котлет жасадым. Бұл етсіз котлет. Дәмі енді супер, мощный, сочный болып шығады. Барлығымыздың үйімізде ет бітіп қалатын кездер болады ғой. Сол кезде жоқтан бар қылып жасайтын котлет болады. Қонаққа да қоюға болады. Ол үшін менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басып кетсеңіздер, комментарий жазып. Бізге бұл котлет үшін гречка қажет болады. Гречканы қара құмық қазақшасы алдымен суға пісіріп алдым. Және блендерге суытып саласыздар. Бір жұмыртқа қостым. Әбден жақсылап езілгеннен кейін осылай ыдысқа салып алдым. 2-3 қасық ұн қостым, өйткені менікі кішкене сұйықтау болып кетті. Көп араластырып жібердім ба. Кейін бізге бір жуа қажет болады. Жуаны жіңішкелеп, ұсақтап осылай турап аламыз. Көлемі орташа бір сәбізді осылай теркіден өткізіп алдым. Қызып тұрған майға екеуін жақсылап тұрып қуырып аламыз. Күйіп кетпеуі керек. Қақпағын жауып 4-5 минутқа қоя тұрамыз. Кейін тұз бен бұрыш қосамыз. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бір сарымсақты, 2 бас сарымсақты теркіден өткізіп қостым. Жақсылап араластырамыз. Кейін табамыздағы мына жуамыз бен морковты, сәбізімізді қосамыз. Жақсылап тұрып араластырып, енді котлетімізді дайындауға кірісеміз. Менде үйде панировочный сухари бітіп қалғандықтан, осылай ұнмен формасын келтіріп дайындадым.
Міне котлеттерімнің түрі осындай болып шықты. Енді қызып тұрған майымызға котлеттерімізді барлығын салып шығамыз. Және асты қызарғанша қуырамыз. Тез піседі деп ойлаймын, өйткені бұл шикі дүние емес қой. Осындай қағаз сүлгіге котлеттерімізді жайып шықтым. Артық майын осы сүлгі сіңіріп алсын деп. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді, күшті болып шығады. Сырт келбетіне қарасақ, етті котлеттен түк айыра алмайсыздар. Кез келген соуспен, гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Менің видеомды, еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қазақша контенттің көтерілуіне, қазақтың көтерілуіне атсалысып, бір-бірімізге қолдау білдірейік. Көп рахмет.